Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің видео обзорымыз тест құрастыратын конструктор for exam платформасына арналады. Ең алдымен бастамас бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Әдеттегідей сіздерге платформаның ссылкасын төмендегі описание бөліміне тікелей ссылкасын жаза өтетін боламын. Немесе сіздер кез келген поисковикке for exam атауын теріп, осы платформаны тауып алуларыңызға болады. Алдымен платформаға кіру үшін сіздер регистрация жасау керек боласыздар. Регистрация жасау бұл жерде сіздерге көп уақыт алмайды, өте ыңғайлы. Бар болғаны email электронный почтаңызды жазасыз. Одан кейін өзіңіз ұмытпайтындай жаңадан пароль ойлап табасыз. Кейін сіздерден аты жөніңізді, тегіңізді сұрайды және туған жылыңыз, айыңыз және жынысыңызды сұрайды. Бар болғаны осы пункттерді толтырғаннан кейін сіздерге жаңа аккаунт ашылады. Мен бұл жерде регистрация жасамаймын, себебі алдын ала менің регистрация жасалған өзімнің парақшам бар. Регистрация жасап, жаңа парақшаға өткеннен кейін сіздердің алдарыңызда осындай окошко ашылады. Бұл жерде мен алдын ала тіркелгендіктен, одан бұрын жасақтаған өзімнің тест тапсырмаларым журналда көрініп тұрады. Енді ары қарай жаңадан тест әзірлеу үшін төменде көрсетілген создать новый тест батырмасын басамыз. Бұл жерде бізде жаңадан ашылған терезеде өзіңіздің құрастыратын тестіңіздің тақырыбын енгізуіңізді сұрайды. Одан кейін описание, қысқаша описание жаза кетулеріңізге болады. Құрастыратын тестіміздің тақырыпшасын енгізгеннен кейін төменде сделать тест доступным для незарегистрированных пользователей дегеннің тұсына галочка қоя өтеміз. Себебі оқушылар кірген кезде олардан регистрация сұрамау үшін осы галочканы қойған дұрыс болады. Егер сіз галочка қоймайтын болсаңыз, оқушы алдымен бұл платформаға регистрация жасауды талап етеді. Одан кейін далее батырмасын басамыз. Далее батырмасын басқаннан кейін бізге келесі терезе ашылады. Осы жерден бастап біздер өзіміздің тест тапсырмамызды құрастырамыз. Вопрос деген жерге өзіңіздің сұрағыңызды енгізесіз әлбетте. Одан кейін астыңғы жағында тип вопроса деген жерде біздерге тест жауаптарының бірнеше варианттарын таңдауға мүмкіншілік берілген. Яғни біріншісінде бірнеше дұрыс жауабын таңдау варианты, екіншісінде тек қана бір жауапты тест тапсырмасы, одан кейінгі ашық жауапты талап ететін тест тапсырмасының түрі берілген. Сіз өзіңізге ыңғайлысын таңдап алсаңыз болады, немесе әр сұрақ сайын 3 вариантында таңдап тест құрастыруыңызға болады. Одан кейін оң жақ панельге назар аударатын болсаңыздар, бұл жерде өзіміздің сұрағымызға байланысты фотосуреттерді жүктеп қоюымызға болады. Сұрағыңызды енгізіп, астына жауаптарын жазғаннан кейін дұрыс жауаптың тұсына галочка қоя кетесіздер. Одан кейін егер сіздер сурет жүктейтін болсаңыздар, астында выберите файл деген батырманы басып, өзіңіздің компьютеріңізге немесе ноутбугіңізге алдын ала сізге қажетті фотосуретті интернеттен жүктеп қойып, оны кейін тест құрастыру конструкторына жүктеп алуыңызға болады. Тестімді жазып болғаннан кейін сохранить батырмасын басамын. Одан кейін егер де сіздер тестіңіздің ішіне өзгеріс енгізетін болсаңыздар, сұрағына немесе жауабына өзгеріс енгізетін болсаңыздар, астындағы редактировать батырмасын, яғни мына көк батырманы басу арқылы өзіңіздің тест тапсырмаңызды қайтадан өзгерте аласыз. Енді осыдан кейін тестіңізді аяқтағаннан кейін рабочий столға барамыз кері. Менің құрастырған сұрақтарымның тізімі осы рабочий столда шығып тұрады, яғни платформаның рабочий столында. Енді біз жаңағы құрастырған тестімізбен оқушылармен бөлісу үшін жазулы тұрған тест тақырыпшасының үстінен басамыз.
Тест тапсырмасының тақырыпшасын басқаннан кейін бізге қосымша терезе ашылады. Осы терезеде ссылка на тест деген жазудың тұсындағы ссылканы копировать етіп WhatsApp арқылы оқушыларға немесе басқа да әлеуметтік желі арқылы оқушыларға жіберулеріңізге болады. Сіз оқушыларға ссылканы жібергеннен кейін оқушылар еш қиындықсыз сол ссылка арқылы өтіп тест тапсырмасын орындау үшін алдымен оқушы өзінің аты жөнін жаза кетуі міндетті. Енді бұл бағдарламаның бір ерекшелігі, өте тиімді жағын айта кетуге болады. Яғни оқушы тест тапсырмасын аяқтағаннан кейін бізде рабочий столға қайтып келеміз. Сол жерде біз жаңағы тесттің тұсында оқушының орындаған журналын көре аламыз. Яғни оқушы өзінің тапсырмасын орындағаннан кейін сіз өзіңіздің рабочий столыңыздан әрбір оқушының орындаған және сол тест тапсырмасынан жинаған ұпай сандарын және пайызын көре аласыздар. Әрбір оқушының тұсындағы журналды ашып қарайтын болсақ, жеке оқушыға сараптама беріледі. Сол жерден оқушы қай сұрақтың тұсынан қате жібергендігін көріп, кейін қатемен жұмыс жасатуыңызға болады. Сонымен қатар, тест құрастыратын бұл платформаның тағы бір ерекшелігі, біз өзіміздің құрастырған тестімізді ноутбугімізге немесе компьютерімізге жүктей аламыз. Ол үшін үшінші батырмада көрсетіліп тұрған жүктеу значогын басқаннан кейін біздің жаңағы құрастырған тестіміз жүктеледі. Құрастырған тестімізді компьютерімізге жүктегеннен кейін оны біздер интернетсіз-ақ автономды режимде пайдалана аламыз. Яғни интернетіңіз болмаса да, егер сіз алдын ала тестіңізді құрастырғаннан кейін ноутбугіңізге жүктеп алғаннан кейін сіз интернетсіз мектепте бұл құрастырған тест тапсырмаңызды оңай қолдануыңызға болады. Интернетсіз оқушылар браузерге кіргенімен олар тест тапсырмасына жауап бергеннен кейін тек қана оқушы өзі ең соңында өзінің результатын, нәтижесін көре алады. Бірақ интернетсіз жауап берген жағдайда, яғни оқушы интернетсіз тест тапсырмасын өткеннен кейін мұғалімге оның нәтижесі көрінбейді. Яғни журналға интернетсіз оқушының нәтижесі келіп түспейді. Осылайша ForExam платформасын біздер тест құрастыру арқылы тиімді пайдалануымызға болады. Бұның жаңағы артықшылығы өз сабақтың барысында үй тапсырмасын пысықтау немесе жаңа тақырыпты бекіту барысында немесе тіпті 11-ші сыныптарға ұбт-ға дайындық ретінде пайдалансаңыздар болады. Осымен біздің видео обзорымыз аяқталды. Аяғына дейін тыңдаған сіздерге рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.